Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге осындай қысқа сақтауға арналған қуырмай жасалатын осындай өте оңай салат жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мені қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен осылай чеснокты турап аламыз. Тәтті бұрышты да ортасынан бөліп, майда етіп турап шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай мен бірінші пиязды және капуста мен қиярды алдын ала турап қойған болатын. Осылай барлығын турап шығамыз. Және барлық құрамның мөлшерін мен описаниеге жазып кететін боламын. Соған қарап жазсаңыздар болады. Одан соң мен қызанақты турадым. Қызанақты жақсылап жуып, одан соң осылай ортасынан бөліп, артық жерін алып тастаймыз. Кейіннен майда қылмай үлкендеу етіп бөліп шығамыз. Бұл салатта барлығын бірінші осылай турап алып, барлығын қосып, дәмдеуіштерін салып жасасаңыздар болғаны өте оңай жасалады. Сондықтан осы рецептпен жасап көріңіздер. Сонымен қатар менің каналымда басқа да банка жабу түрлері, ерекше тағамдар рецептері және тәттілердің рецептері өте көп. Арнама кіріп көрсеңіздер болады. Теркіден өткізілген осындай сәбізіміздің үстіне осы пиязымызды, болгарский және қызанағымызды үстіне қосамыз. Және қиярымызды да барлық көкөністерді осының үстіне салып шығамыз. Одан соң кемілдәріні және аскөкті жақсылап турап шығамыз. Немесе сіздерге укроп петрушка ұнамайтын болса, қоспасаңыздар да болады. Менің ыдысым тар болып қалғандықтан басқа үлкендеу ыдысқа осылай барлығын салып алдым. Одан соң осы тураған кемілдәрі мен аскөкімізді де қосамыз. Және осылай пісте майды жақсылап ысытып алып, үстіне құйып шығамыз. Кейіннен үстіне дәміне қарай тұзын салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң бетін кез келген нәрсемен жауып, 2 сағатқа қойып қоямыз. 2 сағаттан кейін бетін ашып, үстіне 4 штук аспиринді жақсылап үгітіп, үстіне сеуіп шығамыз да жақсылап араластырамыз. Одан соң банкамызды булап алып, осы салатымызды ішіне жақсылап салып шығамыз. Үстінен тығыздап баса отыра, осылай барлығын толтырып шығамыз. Осылай барлығын толтырып шыққаннан кейін қақпағын жаппаймыз, жай ғана осылай бетіне қойып қоямыз. Одан кейін ыдысымыздың астына осылай сүлгіні салып, үстіне банкамызды қойып шығамыз. Одан соң үстіне толтырып су құйып, суымызды қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін астын орташаға қойып 50 минут тағы да ұстаймыз. Негізінде банкамызға осы салатымызды салмас бұрын 1 лавр жапырағы және 2 штук қара бұрыш салу керек болатын. Мен ұмыт кетіп, осыдан кейін барлығын салып, бетін жауып шықтым. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Осылай қысқа дейін сақтасаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеом ұнаса міндетті түрде арнама тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер.